Маусым айы басталғалы бері неше түрлі жеміс жидектер дүкен сөрелеріне толып, көздің жауын алады. Бірақ дүкенге шықты деген жеміс әлі де жеуге болады деген сөз емес. Себебі біздің елде олардың маусымы нағыз піскен шағы шілде айының соңы мен тамыз айы. Өзіңіз де білесіз, жазда кездесетін аурулардың көбі осы жеміс жидектерден келеді. Солардың бірі әрі бірегейі шие жемісі. Оның адамға берер пайдасы қайсы? Шиені қай мезгілде жеген қауіпсіздеу? Құрамында не бар? Көптеген жандар уланып жатқан нитраттар бұл шиеде кездесе ме? Ол шиелер ағзаға нендей өзгеріс әкеледі? Бүгінгі видеода сол жайында айтатын боламыз. Сондықтан мұқият көріңіздер. Армысыздар құрметті көрермен. Менің азғантай мақсатым осы дауа арнасына 5000 оқырман жинау. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз менің үлкен армандарыма қол жеткізер еді. Өтініп сұраймыз, арнаға тіркеліп лүпіл қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастайық. Шие нағыз сүйкімді, дәмді, әрі көп жан біле бермейтін пайдасы зор жидек. Бұл кереметтің дәмін 6 ай қыс бойы армандап шығамыз емес пе? Ал сол жидектің еті ғана емес, сүйегі мен талшық жапырақтары да пайдалы болып келеді екен. Ең бастысы оның черешна деп аталатын түрі қарапайым шиеден айырмашылығы зор болады. Бүгінгі видеода дәл сол туралы айтамыз. Басқа да жемістерден шие жидегі ерекше қайталанбас тәтті дәмімен баурап алады. Шиеге ғашық тек балалар ғана емес, үлкен ересек жандарда жерік болып жатады. Бұл кішкене ғана шие қаншама дәрумендер мен антиоксиданттарға, сонымен қатар минералды заттарға бай келеді. Бұл заттар адам ағзасында, әсіресе жүрек қан тамырлар жүйесінде, ас қорыту жүйесінде, жүйке талшықтары мен сүйек буындарына асы қажетті болып табылады. Заманауи нарықта бұл жидекті қажетті температура табылса болды, әлемнің кез келген түкпірінде өндіріп, өсіріп шығаруға болады. Ал ең алғашқы тарихи өскен, қалыптасып дами бастаған мекені ежелгі Рим қаласы. Көпке танымал болмас бұрын шие жидектері алғаш құстардың ғана азығы болып келген. Оны адамдар байқап, құстың азығы деп біраз ғасыр қолданбаған екен. Тек 15 ғасырдың аяғына қарай жидекті черешне деп жей бастаған. Шие жидегінің адам ағзасына пайдалы құнарлылығы. Қазіргі таңда шие емдік қасиеті бар өсімдіктер тобына жатпайды. Алайда оны басқа да өсімдіктермен қосарласа қабылдаған жағдайда мынадай дерттерге дауа бола алады. Жоғары қан қысымы, қан тамырларындағы тромбтардың пайда болу қаупін сейілтеді. Қандағы холестерин мөлшерін азайтады. Иммунитеттің төмендігі, жиі тұмауратуды жою, ішек құрылысындағы проблемалар. Сонымен қатар шиеде адамның терісін сұлуландыратын және шаштары мен тырнақтың саулығын сақтайтын заттар молынан кездеседі. Қант диабеті кезінде шиені жеу бұл дертке шалдыққан жандарға тәттіден бас тартқан абзал. Дегенмен шиенің тәтті дәміне қарамастан оның құрамында табиғи глюкоза кездеседі. Сондықтан шиенің гликемиялық индексі бар болғаны 25-тік бірліктерді құрайды. Қант диабеті кезінде шиенің аз-аздан қабылдауға болады. Шиенің құрамындағы антиоксиданттардың арқасында ол ағзадағы қан тамырлары мен қан айналымын айтарлықтай жақсартады. Көбінде олар жаңағы диагноз қойылған жағдайда нашарлайды екен. Сондықтан черешнаны, яғни шиенің таза табиғи түрінде қабылдаған жөн. Оны қайнатып, не компот жасаудағы қажеті жоқ. Панкреатит дерті кезінде шиені қабылдау. Ұйқы безі аурулары кезінде дәрігерлер диетаны аса қатаң түрде сақтауды талап етеді. Тіпті аштықта көп жүруде ұсынылып жатады. Бұл дертке шалдыққан жандарға компот не кесел даярлап ішсе әбден болады. Тек панкреатит ауруының алғашқы қатты ұстамалары қайтқан соң ғана жеген абзал. Ал егер дерт тозылмалы түрде болатын болса, онда ауру белгілері азайған соң балғын шиені жақсылап тазартып жеуге ұсынылады. Бастысы мөлшерінен тыс көбейтпей қабылдаған жөн. Күніне 100 граммнан артық қабылдамаған абзал. Жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болу қаупін сейілтеді. Кез келген жеміс жидектер мен көкөністерді қабылдау жүрек қан тамырлары жұмысына үлкен пайдасы тигізеді. Бұл тағамдарда қан айналымды жақсартатын пайдалы заттар молынан кездеседі. Холестериннің шамадан тыс жиналуын азайтып, қан қоюлануын азайтып, тромбтардың алдын алатын витаминдер мен минералдар осы жемістерде жиі кездеседі. Егер шиені басқа да пайдалы тағамдармен комплексті түрде қабылдаса,
оның айтарлықтай емдік қасиетін бақылай аламыз. Мысалы, жүрек қағысын реттеп, жүрек жетіспеушілігі кезінде көмектесе алады. Себебі оның құрамында калий бар. Калий өз кезегінде жүрек бұлшықеттерін қатайтып, оның қимылын жақсартады. Сонымен қатар, жидек қан тамырлар жұмысын жеңілдетіп, қан қысымын төмендетеді. Ал оның құрамындағы антиоксиданттар ағзаға енген сәттен бастап бос радикалдармен күреседі. Спорт сүйер қауымға шиенің беретін энергиялық күші керемет. Күніне 100-200 грамм шиенің өзі ауыр жаттығуларды орындауға күш-қуат сыйлайды. Қайсысы пайдалырақ, черешня не болмаса қарапайым шие? Түр тұрпатына ұқсас болып келетін бұл жидектер бір-біріне әжептәуір айырмашылыққа ие. Мысалы, шиенің құрамында көмірсулар аз болса, минералды көп болып келеді. Ал черешня глюкозаға бай, дегенмен гликемиялық бірліктері 25-ке жетеді. Сондықтан да қант диабеті кезінде оны тұтынуға рұқсат етілген. Ал шиеде гликемиялық көрсеткіш 22-ге келсе, сондықтан да оны тұтыну қауіпсіздеу екен. Черешня подагра мен артрит аурулары кезінде, яғни буын аурулары кезінде күнделікті рационға қосуға кеңес береді. Себебі оның құрамындағы минералдар мен дәрумендер ағзадағы табиғи процесті қалыпқа келтіреді. Ал шиенің құрамындағы мелатонин ұйқыны қалыпқа келтіріп, және гормоналды реттеп ағзаға жақсы септігін тигізеді. Шие жапырақтарының пайдасы. Пайдалы заттардың бәрі тек шиенің етінде сақталып қалмаған. Оның ортасында болатын сүйектер мен жапырақтарында да қажетті дәрумендер мен минералдар болады. Оларды тастамас бұрын оны пайдаға жаратуға болатынын еске алған жөн. Себебі олардан пайдалы тұнбалар жасауға әбден болады. Мысалы, бір ас қасық үтілген жапыраққа ыстық бір стакан су құйып, пайда болған тұнба антисептикалық қасиетке ие болып, жағымды әсер қалдырады. Сондықтан оны подагра не болмаса аяқтағы грибоктардан құтылу мақсатында аяққа арналған ванна жасауға болады. Ал құрметті көрермен, біздің видео осымен соңына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін.